Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сендермен 3-ші сыныптың математиканың 131-ші сабағымен танысамыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз 140 көбейтілген 2, 280 бөлінген 2 түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Судың адам өміріне қажеттілігі. Бірінші тапсырманың асы. 3 таңбалы санның разрядтарына қара. Көбейтудің қалай орындалғанын түсіндір. 140 көбейтілген 2 тең 14 көбейтілген 10 көбейтілген 2 тең 14 көбейтілген 2 көбейту 10 тең 280. Яғни бұл жерде 14-ке көбейтеміз 10-ды, тең болады 140. 140-қа 2-ні қоссақ, 2-ні көбейтсек 280 шығады. Ал екінші тәсілі 14-ке 2-ні көбейтеміз, тең болады 28. 28-ге 10-ды көбейтсек, тең болады 280. Бұл тәсілдер оңай әрі тез. Әсі, көбейтудің баған түрінде орындалуына қара. Жазамыз. Бірінші көбейткіш 140, яғни 14 ондық. Ондықтың астына екінші көбейткіш 2-ні жазамыз. Ондықтарды көбейтеміз. 4 ондық көбейтілген 2 тең болады 8 ондық. 8-ді ондықтардың астына жазамыз. Жүздіктерді көбейтеміз. 1 жүздік көбейтілген 2 тең 2 жүздік. 2-ні жүздіктерінің астына жазамын. 0-ді түсіреміз. Жауабы 280 шықты. Екінші тапсырманың асы. Бөлудің қалай орындалғанын түсіндір. 280 бөлінген 2 тең жашаның ішінде 28 көбейту 10, жаша жабылады бөлінген 2 тең 28 бөлінген 2 көбейтілген 10 тең 140. Бірінші тәсілі осындай. Жашаның ішінде 28-ге көбейтеміз 10-ды, сосын бөлеміз 2-ні. 28 көбейту 10 тең 280, 280-нен 2-ні бөлсек 140 шығады. Екінші тәсілі осындай. 28-ден бөлеміз 2-ні, тең болады 14, 14-ке көбейтеміз 10-ды, тең болады 140. Әсі, бөлудің баған түрінде орындалуына қара. Жазамыз. Бөлінгіш 280, бөлгіш 2. Бірінші толымсыз бөлінгіш 2 жүздік. Бөліндіде 3 цифр, яғни жүздік ондық бірлік болады. Жүздіктерді бөлеміз. 2 бөлінген 2 тең болады 1. 1-ді бөліндіге жазамыз. Ондықтарды бөлеміз. 8 бөлінген 2 тең 4, 4-ті бөліндіге жазамыз. Бірліктерді бөлеміз. 0 бөлінген 2 тең болады 0, 0-ді бөліндіге жазамыз. Жауабын оқимыз. Жауабы 140. Үшінші тапсырма. Баған түрінде жазып, түсіндіре отырып есепте дұрыстығын тексер. Баған түрінде бөлуді, көбейтуді сендер білесіңдер. Сондықтан мен тек қана жауаптарын және тексеруін жаздым. Төртінші тапсырма. Өрнектерді баған түрінде жазып, оларды есепте. Бірінші өздерін шығарып көріңдер, сосын тексересіңдер. Жазып болсаңдар, тексеріңдер. Бесінші тапсырма. Теңдеулерді шеш. Теңдеулердің түбірін өсу ретімен жазып, үлкен су қойманы анықта. Су қойманың атқаратын рөлі қандай? Бірінші, екінші теңдеуді осылай шығарасыңдар. Ал үшінші және төртінші теңдеуді осылай шығарасыңдар. Алтыншы тапсырма. Кестені пайдаланып тұра теңдік және теңсіздіктер құрастыр. Менде осындай теңдіктер және теңсіздіктер шықты. Жетінші тапсырма. Бір ыдыстың 5-тен 1 бөлігіне 6 литр су сыяды. Осындай 3 ыдысқа барлық қанша литр су сыяды? Бірінші өздерін ойлап көріңдер. Ойланып болсаңдар, тексеріңдер. Сегізінші тапсырма. Сырымның есептеуді қалай орындағанына қара. 18 көбейту 45 тең жашаның ішінде 2 көбейтілген 9 жаша жабылады көбейтілген жашаның ішінде 5 көбейтілген 9 жаша жабылады. Тең жашаның ішінде 2 көбейтілген 5 жаша жабылады көбейтілген жашаның ішінде 9 көбейтілген 9 тең 10 көбейтілген 81 тең 810. Осы тәсілді пайдалана отырып есепте. Бұл тапсырманы осылай орындайсыңдар. 9-шы тапсырма. Есептерді шығар. Асының шешуі 19 көбейтілген 5 тең 95, 19 көбейту 8 тең 152, 95 қосу 152 тең 247. Әсінің шешуі 19 көбейтілген 4 тең 76, 19 көбейтілген 6 тең 114, 114 азайтылған 76 тең 38. Бысының шешуі 2 көбейтілген 30 тең 60, 60 көбейтілген 2 көбейтілген 30 тең 60, 60 көбейтілген 4 тең 240,
60 көбейтілген 6 тең 360, 60 көбейтілген 8 тең 480. 10-ші тапсырма. Баған түрінде жаз және есепте дұрыстығын тексер. Баған түрінде есептеуді және де дұрыстығын тексеруді сендер білесіңдер. Сондықтан мен тек қана жауаптарын жаздым. 11-ші тапсырма. Сәуле аптаның 7 күннің бірін іштей таңдады. Осы таңдаған күнінде сұрақтарға тек қана я немесе жоқ деп жауап беруге келісті. Сәуле аптаның қай күн жасырғанын табу үшін оған қанша сұрақ қоюға болады? Бірінші сұрақ қандай болуы мүмкін? Мен ойымша 4-5 сұрақ қоюға болады. Олар бұл аптаның бірінші күні ма, 5-ші күні ма, 4-ші күні ма деген сияқты сұрақтар қоюға болады. Және де осындай сұрақ қоюға болады. Сен таңдаған күн тақ па, немесе жұп па? Бүгінгі сабақ аяқталды, сау болыңыздар.